Тақия тігу үшін бізге керекті фетр матасы, паутинка, сосын бұзау жалама деген мата. Осындай қылып дөңгелек қылып қиып аламыз. Бір-бірінің үстеріне қойып, бәрін үтіктеп шығамыз. Одан кейін керекті жан-жағында айналдырып тұратын фетрден ұзын ұшақ қылып 59 см қиып аламыз. Одан кейін паутинкасы, содан кейін бұзау жалама матасын дәл осындай розовый түсін алдым. Осы экранда көрсетілген өлшемдер бойынша алып, осылай бәрін қиып шығасыздар, бір-бірінің үстеріне қойып, үтікпен бір басып шығамыз. Дәл осылай зулатып, үтіктеп, сол кезде паутинкамен жабысады. Өстіп жабысып дайындап алғаннан кейін, өстіп айналдырып, керекті өлшемін алып аламыз. 7 см болды. Осы 7 см-ді қиып алу үшін диаметрдің дәл ортасынан 20 болса, онға нүктені белгілеп алып, оны линейкамен арасын жақсылап қосып сызамыз да, қиып қайшықпен қиып аламыз. Енді осы қиып алған заттарымызды тігетін боламыз. Бірінші мына қайырып тұрған жерін тігіп аламыз. Оюлы тігіспен жақсылап әдемі қылып тігіп аламыз. Міне тігіп болдық. Осындай әдемі болып шықты. Ерекше болып тұрады, өстіп тігіп алсаңыздар болады. Содан кейін төбесін жалғаймыз. Тақияның төбесін жалғап, өстіп зигзаг тігіспен тігіп шығамыз. Айналдырып. Өстіп жақсылап тігіп аламыз. Айналдырып тігіп болдық. Енді арасын қосып, тақияның арты бетін тігіп шығамыз. Мінекей тігіп болдық. Өстіп, өздеріңізге ұнағанына қарай сәндеп алсаңыздар болады. Каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер.